14:30-да жіберіп алмаңыздар. Апта басы бүгін өте ерекше басталғалы тұр, себебі Мисс Қосылайықтың ең соңғы шешуші ақтық кезеңі өнер сайысы болады. Қыздарымыздың өнерін, таланттарын, жалпы не қолдарынан келетін бүгін көретін боламыз. Бүгін өте қызық болады, эмоцияларға толы күн болғалы тұр. Сондықтан міндетті түрде 14:30-да жіберіп алмай, арна қосулы болсын. Солға сұрайын дегені, индіреямен сұрайын дегені. Тағы не бар? Сол ма? Ол ма? Қанша қандай? Бізде құрметті оқырмандар таныстық орын алып отқан сияқты. Байқағандарыңыздар. Бірақ сіз Айдананың сіңілісін күтіп едіңіз, е? Сіңілісі ұқсайды екен де қарасаңшы. Білмеймін, мен сіңілісін көрмеген ғой, достар. Соны көрейік, оны сөзді сүрсеңізші, сөзді. На, өшіре салыңыз. Оны да көреміз, құрметті оқырмандар. Мадина, сіз қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Мерекені қалай атап өттіңіз? Мен үйде болдым, атап өткен жоқ. Мереке тойламай, мен негізі сансыл болдым. Үйде болдым. Демек, ешқандай гүл алған жоқсыз, әлде алдыңыз ба? Қалай істегенде? Кеше ғана басқа ұлдан емес, қыздан алдым. Ұлдармен айырмашылығым, маған енді қыздар да ұлдар да қарайды да, ұлдарға қыздар ғана қарайды дейді, бір қол ғана қарайды. Жоқ, подругалары бергендер бар. Иә. Мысалы, Айсұлға подругасы сыйлық берген, иә? Бекзат не сыйлады? Бекзаттың аты түгіл өзі де жоқ, негізінде. Ұстаған да жоқ па? Дұрыс қой, негізінде. Дұрыс, да. Смайликпен болсын гүл жіберген жоқ па? Жоға, ол ондайға нетпейтін адам емес пе? Елдардан да, Бекзаттан да қайыр болмады ма? Елдар құттықтады. Видеозвонокпен звондады. Бір плюс деп қойсаңызшы. Иә, не айттыңыз деп? Алдында деген 8 мартта сіздерден енді құттықтау болды ғой, жалпы жоба бойынша бізде деген сияқты. Сол кезде ұмытып қалған сөзін маған жаққа айтып беріп, туф десеш бір қуанып. Оны қай жерде айтты деген сұрақ? Видеозвонокта айтқан. Демек сіздер видеозвонокпен сөйлесесіз? Бір ғана сөйлесу болды, сол ғана. Жоқ. Үйдіріп қазір жаман ғой. Жоғадан шықсын Бекзатпен не сөйлеседі екен? Ойбай, Елдармен дегенім, я. Бекзатпен сөйлеспейді, Бекзат құттықтамапты. Ой, енді оны досым. Елдарды досым деп айта аламын. Басқалар сияқты көрінгенмен кездесуге жүрген жоқпын зато. Көрінгеннен кіммен кездескенін кейін білеміз, достар. Арыс мырза, сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма, жақсы бәрі. Ал бүгін енді қыздардың өнерін көреміз. Сіз соңына дейін Аидаға жанкүйер боласыз? Иә, мен өзімнің райымнан қайтпаймын. Аидаға сіздің неңіз сол мәнерлеп оқыған өлеңіңіз ұнатты ма? Сұрадыңыз ба? Ал үміткеріңіз қалай қарады оған? Үміткерім түсінігім мол. Эфирде отырғанда да артықшылық айтылған жоқ болатын. Түсінікпен қарап жатыр ғой, мен тек қана қолдаушымын ғой. Мен тағы да айтып кетейінші, мен Аидаға тек қана қолдаушымын, достар. Бір қосып қажет емес. Қажет емес, иә. Расымен қажет емес. Бекер дүние оның бәрі. Мен қолдадым, еркектік сөзімді баста айтылды ол бір сөз. Сол сөзіме бола, мен до конца бара жатырмын. Бізді қосып, жоқ жерден бір дүние шығарудың қажет жоқ. Бекзат, сіз кімге қолдау көрсетесіз бүгін? Аруна ғой? Арунаға қолдау көрсетесіз. Бірақ Арунаны мен бүгін көрмедім. Сіз көрдіңіз ба? Мен байқаған жоқпын, шынымды айтсам. Мүмкін дайындығы қызу шығар. Содан кейін кешігіп жатыр деп ойлайсыз. Тағы басқа? Қандай жаңалығыңыз бар сізге? Шыны керек, енді Аруна ашқадан көп қалып кетті ғой енді. Көп артта алып қалып, Аруна хотя бы орын алса екен деп білеймін. Бірақ та ойлаймын, Ағырке алатын сияқты. Солай ойлаймын, короче. Неге Мадинаны құттықтамадыңыз? Мен білесіз ба, ішімі тұтамам, тек мамам құттықтады болды. Сіз мамаңызды мама деп айтқаныңызға мамаңыз қалай қарады? Жылап қалыпты. Жылап қалып па? Сіз де сол кезде жыладыңыз бірге? Біртүрлі болып қалдым, жылаған жоқпын, біртүрлі болып қалмады. Жылағыңыз келді, бірақ жылай алмадыңыз. Мурашки болып кетті, короче. Одан кейін хабарласқанда мама деп айттыңыз ба? Сіз Аида, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, жақсы, шүкір, өздеріңіз қалай, күшті.
Иә, құрметті оқырмандар, біздің студияда қазір дайындық, қыздар енді өнерге дайындалып жатыр. Сол үшін осындай кішкене қараңғылау жерде отырмыз. Не айтасыз? Сіз не айтасыз? 8 наурызда қандай бағалы сыйлық алдыңыз? Гүлдер алдым. Гүлдер кімнен келді деген сұрақ. Білмедім же. Таңертеңнен тұрғаннан бастап маған дастап келді. Білмеймін. Жазбады ма жігіт? Айтқан екен, жазған жоқ. Көрерден. Бұрынғы жүрген жігіттеріңіздің бірінен деп ойламайсыз ба? Оны да беріп десең. Оның вкусы емес деп қойсаңызшы. Сонда сізде жаңа поклонниктер дейміз ба? Табылып. Бұның ішінде де бар екен, аказ. Біздің ішімізде де бар екен. Мәссаған. Ол кім болды екен? Біле түрде білеміз, иә, эфирді көрдіңіздер. Не көріп отырсыз, мәссаған? Білемес, Шығып қалсасын көріп отырсыз, иә? С праздником. Айсұлу, сіз мерекені қалай атап өттіңіз? Мерекені өзім тамханаға бардым да. Отырдым, сосын әкем жігітімен келіп отырып қайтты, сосын мен бір өзім дальше отырдым, одинокая. Сіз сыйлық алмадыңыз? Әлі алдыңыз? Мен көп сыйлық алдым. Көп сыйлық алдым? Иә. Анаңыздан, әкеңізден, сосын? Содан кейін маған подругам берді подарка. Сосын сестрам берді. Сосын көрші келіп поздравить етіп бере салды. Сантехника краным сынып қалған. Өңдетіп берді. Керек емес ақша деді. Сосын все, бұл сантехник күшті подарка істеп. 15 мың төлеуім керек еді. Солай, осындай Айсұлу сияқты әдемі болсаңыздар, сантехниктері тегін жөндеп береді екен. Не только десең.